Қысқаша өзім туралы айтатын болсам, менің аты-жөнім Нұрлан Темірлан Нұрланұлы. Мұнайлы ауданы номер 6 жалпы білім беретін мектепте дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Қазіргі таңда білім жолына 2 жылымды арнаудамын. Менің ойымша, адам баласы мамандығын жүрегінің қалауы бойынша таңдауы керек. Менің мамандығым мұғалім. Бұл мамандықты бала күнімнен армандадым. Және ағамыз Мұхтар Шаханов айтқандай, бала жүрегі кішкентай күй сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұруы керек деп айтқан. Әр баланың жүрегіне жол табу, бала бойындағы дарынды ашу мұғалімнің ең басты міндеті деп ойлаймын. Ұстаздық қызмет бұл аса жауапкершілікті, біліктілікті, табандылықты, шығармашылықты талап етеді. Біздің ата-бабаларымыз айтпақшы, тәні саудың жаны сау деп. Әрбір білімді қолдану үшін денсаулық қажет. Ал деніміз сау болу үшін салауатты өмір салтын ұстана отырып, спортпен айналысу керек. Сонымен менің бір күндік өмірімнен қысқаша үзінді көріп, менімен таныс болдыңыздар деген ойдамын. Сонымен қоса, өзім туралы тағы бір айта кететін жайт. Бұл менің оқушы кезімнен қазіргі еңбек өтілім барысындағы жеткен жетістіктерім. Сонымен мен не айтқым келді? Армандар орындалады. Армандардың орындалуы әр адамның өзіне, еңбегіне, ниетіне байланысты. Армандаңыздар, мақсат қойыңыздар, еңбек етіңіздер. Қош аман, сау болыңыздар.